Одан кейін аш сабағында қолданамын деп ойлаймын. Одан кейін кері байланыс приложениесі маған өте қатты ұнады. Рахмет сізге. Тағы айтатындарыңыз болса, айта беріңіз. Маған мына жерде 4 платформада ұнады, төртеуінен де өзім алып кеткен бар, бірақ екеуін өзім қолданып жүрген сабақтарда, ал екеуі 3D слайд жасау енді мен үшін өзім алып кететін болды. Рахмет сізге. Маған шынымды айтсам, ана бақамен ойнаған ойын бар. Сол қатты ұнады, өйткені мен өзім қазақ тілін бастаушыларға беремін, осыны қолдансам бастауыш сыныптары өте қатысады деп ойлаймын, сабақ қызығып қатысады деп ойлаймын. Үлкен рахмет сізге. Рахмет. Бұл визуальный